Сіздің өтінішіме салып жатырмын. Мына қыз маған тұрмысқа шыға ма жоқ па, қалай болады деп салдыртып жатырсыз. Сол қызға салып жатырмын, сізге тұрмысқа шыға ма деп. Бұл қыз біресе оңға дөңбекші, біресе солға дөңбекші, қол жасап алған. Маңдай ашық, әрине қалай болады деп ойласып жатқаны бар. Жүрегі күптеніп, екі бүйірі қысылып, қорқақтап тұрған тағы бар, батыл жетпей. Сергелдеңге түсіп, құйысқаны берік, сол жақ босаға, екі босаға бірдей сергелдеңге түсіп, құйысқаны берік болып тұр. Қазіргі таңда сыртқа шығып, сыртқа кету, сізге былай айтқанда, сізге тұрмысқа шығу, ол кісіге жаңағыдай бір уайымға, жүрегін ауыртып, екі бүйірі қысылып, белінен уатылып, бір қиыншылық сияқты болып тұрғандығыңыз көрсетіп тұр, албарланып алаңдап тұр. Сізге тұрмысқа шықсам, жаңағыдай алдыңғы уақыт қалай болады дегендей бар, несі бар. Өйткені бір кедергілер болып тұр, өйткені ол сізден де бар, өзінен де бар. Сондай кедергілер жаңағы уайымға батырып, қалай болады деген, біресе былай, біресе бәрәлініп, біресе толқып, біресе ойланып сөйтіп тұрғандағысы сол. Бірақ сіздің ұсынысыңызды ойласып жатқандағысы ол көрсетіп тұр. Соған әрекеттеніп тұрмысқа шығып кетсем сізге деген қалай болады дейді, айтып тұрған жоқпын. Екі жақты бір өздеріңіздің бір кедергілеріңіз бар, сол кедергі дегенің сіздің жақтағы кедергі де ойласып тұр, өзінің жағынан да ойласып не қылып тұр. Жаңағы таразыға салып жаңағыдай сараптап сөйтіп тұрғандағысын көрсетеді. Енді сізге тұрмысқа шығады, бірақ бір 4 деген санды көрсетіп тұр. Ол енді 4 күн деп айта алмаймын, 4 апта деп айта алмаймын. Енді бір айдың ішінде ме, сондай уақытта бұл қыз ба келіншек па әйтеуір сізге ұсынысыңызға сіздің жаңағыдай сізге қанағаттанатындай, қуанатындай бір жауабын берейін деп тұр. Өйткені бір сүйіншілеріңіз бар орталарыңызда. Тұрмысқа шығады сізге. Бір айдың шамасы, бір айдың шамалы көптеу уақыт шығар, бірақ сізге шығады.